Назар аударыңыз. Дүйсенбіден бастап зейнеткерлер 300 мың теңге жәрдемақы алатыны рас па? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. YouTube'те қазақстандық қолдаушыларға осы дүйсенбіден бастап зейнеткерлер, аз қамтылғандар және азаматтардың басқа да санаттары 300 мың теңге мөлшерінде арнайы жәрдемақы, ал олардың кейбіреулері 200 мыңнан үстемақы алатыны туралы жарнамалық видео тарады. Бұл шындыққа жанаспайды, деп хабарлайды Массагет тілшісі StopFake ке сілтеме жасап. Қазақстанда ұлы отан соғысының 237 ардагері ғана қалған. Оларға 9 мамырға орай ең кемі 1,5 миллион теңге төленеді. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді, деп хабарлайды Спутник Қазақстан тілшісі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.